Баланың әкесі әке, әкенің әкесі ата, атаның әкесі арғы ата, арғы атаның әкесі баба, бабаның әкесі түп ата, түп атаның әкесі тек ата, тек атаңның әкесі тектін, тектінің әкесі теркін, теркіннің әкесі тұқиян, тұқияның әкесі түп тұқиян. Ұлдың баласы бала, ұлдың ұлы немере, немеренің ұлы шөбере, шөберенің ұлы немене, немененің ұлы шөпшек, шөпшектің ұлы туажат, туажаттың ұлы жүрежат, жүрежаттың ұлы жекжат, жекжаттың ұлы жұрағат, жұрағаттың ұлы жамағат, жамағаттың ұлы өркен, өркеннің ұлы әулет, әулеттің ұлы заузат, заузаттың ұлы жаран, жаранның ұлы қалыс, қалыстың ұлы әлде қалыс. Қыздың баласы жиен, жиеннің баласы женшар, женшардың баласы дегеншар, дегеншардың баласы көгеншар, көгеншардың баласы көбеншар, көбеншардың баласы тебеншар, тебеншардың баласы қаймана. Мына дүниелерді ұмыт, Құдайға берген садағаңды ұмыт, біреуге істеген жақсылығыңды ұмыт, аманатқа қиянат етуден сақтан, барлық кезде тіліңнен сақтан. 3 нәрсеге арқаңды сүйеп үйрен. Өмірге арқа сүйемеген өледі, уақытқа арқа сүйемеген өтеді, жүрекке арқа сүйемеген өзгереді. Ұмытпа, Алланы ұмытпа, ата-ананы ұмытпа, тамақ біреудікі болғанымен қарын өзіңдікі екенін ұмытпа, алған қарызыңды уақытылы қайтаруды ұмытпа. Жүйкені тоздыратын және желіктіретін 7 нәрсе: еңбексіз жеген нан, некесіз болған жан, боямалы тән, нашадан бұзылған қан, темекінің түтіні, арақтың жұтымы, ақшалы ойынның ұтымы, мұндайларға бой бермес асыл адам тұқымы. Жан дүниеңді жақсаратын 7 жайт бар: әкімдердің шапағаты, ғұламалардың шариғаты, байлардың салауаты, кедейлердің қанағаты, үлкендердің ұлағаты, жастардың инабаты, азаматтың ар ұяты, осыларды азық етет асыл жандар жұрағаты. Тек кетпейтін 3 дұға: ата-ананың қарғыс дұғасы, мүсәпірдің налған дұғасы, аш адамның ашынған дұғасы, халық дауларды жазғырар, қасында болса куәсі. Ең тәтті нәрсе жан, ең ащы нәрсе тіл, ең қатты нәрсе дін, ең күшті нәрсе ұят, ең жүйрік нәрсе көңіл, ең жаман нәрсе нәпсі, ең ыстық нәрсе бала, ең суық нәрсе мүрде, ең қысқа нәрсе ғұмыр, ең опасыз нәрсе дүние, ең жақын нәрсе ажал, ең ұшқыр нәрсе қиял, ең нәзік нәрсе сезім, ең аздырғыш нәрсе құлақ, ең зор байлық денсаулық, ең зор кедейлік надандық, ең биік нәрсе арман, ең аласан нәрсе мешеулік, ең тұрақсыз нәрсе бақ, ең былапыт нәрсе ауыз, ең тұнық нәрсе махаббат, ең арзан нәрсе сөз, ең адал нәрсе уақыт, ең құбыжық нәрсе өмір, ең қараңғы нәрсе көкірегі соқырлық, ең қызық нәрсе білім, ең жаралағыш нәрсе қасірет, ең семірткіш нәрсе жақсы сөз, ең жақын дос жан жарың, ең пасық нәрсе жалқаулық. Надандықтың 6 белгісі. Даналардың бірі
надан адамды қалай білуге болады деп сұраған кісіге былай деп жауап берген екен. Надан адамды білуге болатын 6 сипат бар. Болмайтын нәрсеге ашуланады, яғни адамға да, жануарға да жынданып ашуланады. Кім кездессе де одан зиян келіп тұрады. Міне осы наданның сипаттарының бірі. Пайдасыз сөздер сөйлейді. Ақылды адам пайдасы жоқ нәрселерді айтпауы тиіс. Сөйлегенде дүние ақыретіне пайдасы бар сөздерді сөйлегені жөн. Орынсыз жерге ақша береді. Надандықтың тағы бір белгісі бекер мал шашпақ. Сауабы тимейтін әлде кімге, не әлде бір жерге дүниесін шашады. Сыр сақтамайды. Біреудің сырын, не өзінің сырын кіммен болса сонымен бөліседі. Аңғал. Әркімге бір сенім артатын тым сенгіш келеді. Досын дұшпаннан айыра алмайды. Адам баласы кімнің дос, кімнің дұшпан екенін білгені жөн. Досын танып, онымен жолдасты құрады. Дұшпанын танып, одан ұзақ тұрады. Ең басты дұшпан ол шайтан. Шайтанның бұйырған нәрселеріне бойұсынбауы керек. Бақыт жарыңыздың адалдығы, бала шағаңыздың амандығы, отбасының татулығы. Қыз деген ренжіту үшін емес, еркелету үшін, айғайлау үшін емес, аялау үшін, алдау үшін емес, армандау үшін, ұру үшін емес, сүю үшін жаралған. Қыздың сұлулығы оның тәрбиесінде, ұяттылық сезімінде, алған білімінде, сабырлығында, кішіпейілдігінде, қарапайымдылығында. Адам басына бақтың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі. Ашу ақылсыздықпен басталып, өкінумен аяқталады. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Ертеңгі жетістік бүгінгі қиындықтар мен қолайсыздықтарға негізделген. Қиындық көрмеген адам бақыттың не екенін білмейді. Алдыңа мақсат қой, сол мақсатқа жету үшін күресе біл. Шүкіршілік мұсылманның сипаты. Көзі көрмейтін адам мына дүниені күннің шуағын көрсе екен деп армандайды. Керең адам жақындарының сөзін, азанның дауысын есітсе екен деп армандайды. Сақау адам сөйлеуді армандайды. Мүгедек адам өз аяғымен жүрсем, жүгірсем екен дейді. Ал сенші, ойланшы, сенде барлығы бар. Әлем ғажаптарын көре аласың, есіте аласың, сөйлей аласың, жүре аласың, жүгіре аласың. Сенде қанша мыңдаған адамдар армандап жүрген нығметтер бар. Ал біз кейде өмірге налып, осы күнге кейде шүкіршілік айтуды ұмытамыз. Жақсы адамдар сізге бақыт әкеледі. Жаман адамдар тәжірибе береді. Ең жаман адамдар сабақ береді. Ал ең жақсылары естелік қалдырады. Әр адамды бағалаңыз. Бір дәлелмен 40 ғалымды жеңдім. Бірақ 40 дәлелмен бір наданды жеңе алмадым. Таң атуын қоймайды. Күн батуын қоймайды. Бұл тіршілік, бұл жалған. Сенің өмірің қолыңдағы зырылдаған сағаттай өтіп жатады. Мән бермейміз. Тек анаған, одан мынаған үлгеру керек деп жапқылаймыз, жанталасамыз. Күнделікті тірлігің осылай қайталанса да, өзіне тән естелігі бар, қайта келмес сәттері өтуде. Таңның атқаны жас сияқты шаттық сыйлайды, күннің батқаны көз сияқты мұң сыйлайды. Үш алыстың біреуі аспан мен жер. Адамның бір ғұмыры есік пен төр. Өзіңе берілген сол ғұмырды
бағыналы өткізбесең, өзіңнен көр. Алладан керегіңді ала аласың, мұқтажыңды тек содан таба аласың. Адамнан алғаныңды қайтарам деп, Алладан үстемелеп тағы аласың. Берілген мына өмірде жалғыз дана, адамнан алатының қарыз ғана. Адамнан аламын деп тыржалаңаш қалып жатсаң, ешкімге арыздама. Қазаққа ананы үйретті, мынаны үйретті деп бөспесін. Қазақ әу бастан дана болды. Жақсылық көрсең, тасқа жаз, біреуден біреу көшірсін. Жамандық көрсең, құмға жаз, жел ұшырып өшірсін. Баламыздың кім болатыны бізге, яғни ата-анаға байланысты. Баланың бас ұстазы ата-ана. Яда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген дана сөздер осының айғағы. Жалпы, ер балалар әкесін, қыз балалар анасын қайталайтынын көріп жүрміз. Тіпті мамандықты да үйдегі үлкендердің жұмысына немесе кәсібіне келістіріп оқып жатады. Серігімізге айналған телефонға бүгіннің бала біткеннің бәрі құмар, себебі айтпай-ақ белгілі, олар жай ғана бізді қайталап жатыр. Баланың домбыраға икемі мен қызығушылығы да дәл сондай. Домбыраның үнін естіп өскен, әкесі немесе анасы тарта алатын баланың қабылдауы тез. Икемделуі оңай және ондай үйдің баласы мейірімді болады. Ақылсыз адам айқай келеді, жан-жағын жайпай келеді. Ақылды адам жай-жай келеді, жан-жағын байқай келеді. Ақылды қолбасшы соғысқанды жақтырмайды. Ақылды жауынгер қан төккенді қаламайды. Жеңіске жете білетін бірінші болып шабуылға шықпайды. Басқара білетін адам ешкімді кемсітпейді. Әйелі жақсы жігіттің жағасы ағарар, әйелі жаман жігіттің шашы ағарар. Әйелдің даусы қатты шыққан үйдің босағасынан жақсылық күтпе. Үйдің ұлығы ер, ұйытқысы әйел. Ауылдасың жақсы болса, ағайының не керек? Алғаның жақсы болса, айтың тойың не керек? Салақ қатының үйінен сабақты ене табылмас. Жақсы әйел теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Асығу баланың ісі, аттандыру ананың ісі. Атадан ұл қалса, өзі қалғаны, қыз қалса, ізі қалғаны. 6 ұл туған ананы ханым десе болады. Кезек сыйласқан ағайынды жаным десе болады. Бақ қонатын адамның ұлы епті, қызы көрікті. Қыз баланың тілегі тәңірден, қызыл дәннің барар жері дерінен. Ақылды туған қыз бала, батыр туған ұлмен тең. Суды құм бөгейді, дауды қыз бөгейді. Ердің асылы күшінен білінеді, әйелдің асылы ісінен білінеді. Жақсы қатын жүн қарыз алады, жаман қатын су қарыз алады. Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Жаман қатын байына, жалғыз атын сойғызар. Жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. 2 қатын алғанның құлағы тынбас, есекке мінгеннің аяғы тынбас. Ай мінбей атыңды мақтама, жыл тұрмай қатыныңды мақтама. Атың жебір болса, Құдайдың бергені, қатының жебір болса, Құдайдың ұрғаны. Әйел жерден шыққан жоқ, о да еркектің баласы. Ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы. Құрметті көрермен,
ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыздар.